Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен лаваштан жасалатын брынза қосылған оп-оңай пирог дайындаймыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен брынзаны үккіштен өткізіп аламыз. Менде үйдің брынзасы. Егер сізде бұндай брынза болмаса, дүкеннен алып қолдансаңыз да болады. Ең бастысы брынзаңыз қатты тұзды болмауы қажет. Яғни бұл деген сөз, біз брынзаға ешқандай тұз да қоспаймыз. Оған біз бір бума майда етіп туралған ас көкті қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, осымен бізде салмамыз дайын. Енді лавашымызды аламыз да, оған салмамызды осылай жайып шығатын боламыз. Лавашты таңдаған кезде қатты құрғақ емес, жаңадан піскен сондай жақсы лавашты таңдасаңыздар болады. Сонда пирогыңызда құрғақ болмайды. Толығымен осылай барлық жеріне жайып шығатын боламыз. Сосын видеода көріп тұрғаныңыздай, оны рулет тәрізді осылай ораймыз. Кейіннен оны улиткаға осылай бұрап, тағы да ораймыз. Енді бізге форма қажет. Менің формам 26 см. Оған пергамент қағазын төсеп, жан-жағын астын маймен жақып шықтым. Енді әрбір лавашымызды қойып шығамыз. Яғни лаваш біткен жерден екіншісін жалғастырамыз. Сол принциппен 5 лавашымызды да қойып шығамыз. Енді үстінен жақсылап жұмыртқамен жағып шығамыз. Міндетті түрде көбірек етіп жағыңыздар, сонда құрғақ болмай әдемі болып қызарып шығады. Әсемдік үшін күнжіт сепсеңіздер болады. Сосын 200 градуста 20 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, біздің пирогымыз дайын. Оны формада кішкене суығанын күтіп, сосын жан-жағын осылай пышақпен өтіп шықсаңыздар болады. Сонда формаға жабыспай, оңай алынатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай дайындалады, ешқандай артық затты талап етпейді. Және өте дәмді әрі қатпарлы, нәзік болып шығады. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар, және міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал алдағы жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін колокольчикке басып қойыңыздар.